осында үлкен сахналарға, үлкен проекттерге тұсау кесіп жатырмыз. Ағайындар, алдағы студияда бөлісіп жататын боламыз. Еріп қалыңыз. Ассалаумалейкум достар. Бізде ауызашарға келген досым. Кешігіп қалдым. Ауызашарға сағат 9:30-да. Ауызашарға есініп қалды ма? Иә. Біз мына жақта тамақтарымызды жеп, дастарханды жинап, шай ішіп отырғымыз уже. Түрлі жоғар. Тамақ алып келем. Ауызашардан шығып, одан кейін жеңгемнің туған күнін құттықтап, бәріне үлгердік. Қазір Зере екеуміз қайтып бара жатырмыз. Зере өзі видео жасап жатыр. Және Зере екеуміз осындай керемет жаңағы ауызашардан не бар, жаңа той бастар типа жаңадай ауыз бекіткенге сәресіне осының ішінде қазір үйге барып көрсететін болам. Және сол ауызашарда күшті нәрсені тауып, күшті нәрсе жасап, мен осы очершокты туадым. Қазір стористен көретін боласыздар. Оның бәріне Зере дайындап жатыр. Қазір сіздерге күшті видеолар салатын боламыз. Я үлкен трассаға шығып алдық. Аман есен. Трассадамыз. Тараз Алматы ғой, Мойынқұм Алматы. И сосын және де үйден баған ауызашарда осындай сүйек алып алғам ғой. Бір остановкаға тоқтасақ, айдалада бір ит жүр ғой. Сол итке мына сүйекті беріп кетейін деп тұрмын, ораза айы ғой депші. Куча. Осы итке беріп жатырмын, короче. Давай. Айдалада жүр ғой. На, врачка, не дейді? Мәз ғана көресің. Ит жеті қазынан бірі адамның досы дейді ғой. Жолымыз болсын екімізге. Деген жақсы жеп жатыр. Кәдімгі айдалада қасқа ұстап жүр ғой.